Бәрекелді, келіңіздер, жайғасайық. Келіңіздер. Біраз болған өдейім жақындап белмеген тіпіңізге. Әкелер мен аналар сөз бастасын аяғының астында жұмақ тұрғанды менен дәрі қарап, осы Қарақалпақ елінің үлкендерін, аталарын, әжелерін бір күттім. Келіңіздер, ортаға келіп бір тамаша ақылеттерін жақтарыңыздар. Бір күттім аталары, әжелері. Келіңіздер. Тамаша. Бәріміз бұрынғай абайғаны ей болмай деп өкітсің күн. Кім? Нұрекен негіз ма? Күшті тамаша. Деме, күшті. Осылай жүру керегім ғой, негіз бар ғой. Мен өнеймен о пейдашарға барған кезде, осындай құлаққа барған кезде айтам. Келіндерімізді бір әдемі қылып, орамал менен, үстіне осындай бір керемет көкірекшелері менен киіндіріп келсек, ол тамаша әдемі. Келген құдалардың алдына сәлемін салып, табағын алып тұрса, мінекей жылма-жыл келіндерін сол туып тұрады жаңа деп қалса. Ал, қош келдіңіздер үлкендер. Кімнен бастайын? Ассалаумағалейкум, рахметуллахи баракатуһу. Құрметті жамағаттар, құрметті той қонақтары, келген қадамдарымыз құтты болсын. Тойға басып құтты болсын деп, баршамызға жақсы келмеймін. Мінекей, бүгін қуанышты күн ғой жандардың. Неше күндер тойлап жатырмыз. Жүрегім толып, қуанышым сыртқа шығып жатыр. Аллаға сансыз шүкірлік етемін. Не? Үй үстіне үй тіксем жоқ болады кейін. Бұл жік-жігімізге айырып кеттік. Өжеде бір туысқандарым бар. Басқа жақ ауысып кетті. Сол жерді ойлап, тағы дұрыс деп айнаға ризашылығымды білдіріп, осынша тойдың егесі болып, осынша құрмет болып, мені Алла бірімізге бір жақын болып, сегіз жақынға сансыз шүкірлік етемін. Айналайын жанды жан, басшылық қылып осынша жерден алып келіп батырмыз, бар батырмыз. Аллаға сансыз шүкірлік қылайық. Алла жаман сүйіндірсін. Балдарымыз бақытты болсын, өмірлі болсын. Қатарының алды болсын деймін. Жаным тілек мол, Алладан сұрарым. Осы тілегімді берсе, менің ешқандай арманым жоқ деймін. Міне, Айнажан айналайын. Мен қайсымызды бөте сүретпен, осы отырғандардың бәрі туған, бұдан туған балдарым, туған жежаттарым. Бөтен бір кісі жоқ. Бәріне құтты болсын. Алла жанын сүйіндірсін, балдарының бақытты болсын деймін. Әлі толықтырмын, сөзді дұрыс кетіре алмай жатырмын. Шаршадым деп айтпаймын бірақ. Әлі шаршамадым жоқ. Сансыз шүкір, басқа кісілерге берейін енді, ұялды. Рахмет. Мынау Шапахан атамның қыздары, бір жарғай, үш бәрдік қыл, жарғай бұлай дегенде. 2 сағаттан келмеге шықыңызшымыз енді бұл. Қарап болсаңыз, бұл жерде ішінде де Шапахан бияшекілдей болды. Дұрысты. Бәріңізге той құтты болсын, қуанышқа, бәріңіздің отбасыларында қуаныш болсын. Бұл балықларға бір жағы біздердің өзінде жеп боламын. Осы апа сіздермен көрші болған кезінде 2 жылға барғанда бір балықларыңыздың өзі соғды. Сол бір балықларыңыз менде алып қашып кеткен, маған шай бересің. Бізді бір жемдік қылғанбыз. Үйдегі айтсам ашуланады жаңағы. Үйдегі айтпайды. Жемдік қылдым ғой енді. Сол сияқты бұл жердің бәрі шыққаннан кейін өзіміз шешіп аламыз. Әрқашан да тойға келіңіздер, той болсын, қуаныш, бақытты заман болсын, бастарыңыз аман болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Алла төкеш құтты болсын. Ол өссе жемісің, қыз өссе өрісің дейді. Өрістеріңіз кейгі алыр. Балдар 2 жасы бақытты болсын, той боласыз. Сәлеметсіздер ма, амансыздар ма? Бүгінгі тойға келуші қауым, тойымыз құтты болсын. Бүгінгі
үйленіп жатқан 2 жасыңыз бақытты болсын. Төрге шыққан құда-құдағайлар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бүкіл осында отырған барлық кісінің бәрі негізгі түпкі тамыры біздің аяқұдықтай шыққан кісілер. Баршаңызға. Бүгін аяқұдықтың тойы. Аллаға шүкір бүгінгі күнімізге. Мен осы әулетке 40 жыл болды келін болып түскеніме. Жаман жер емес, өсіп өніп жатыр. Міне осындай тойда жетіп жатырық бүгін. Онан кейін де төремнің, Нұршаштың ізденіп тұрған ұлдары осындай тойға жете берсін. Келесі жылы немере тойға келейік. Төрем Нұршаш тойларын құтты болсын. Ата әже болып бастап жатқандарым. Балалар бақытты болсын. Тойларыңызға құтты болсын. Нұржан Нұршаш жеп болсын. Немерелер балдар бақытты болсын. Немерелі, шөберелі, шөпшекті болыңыздар. Барлықтарыңызға той жұмысты болсын. Сіздерде тойға келіңіздер. Құрметті қонақтар, сүйуші отқаным жастар ғой. Бірінші жастар бақытты болсын. Дендері сау бір жастар ұзақ болсын. Алланың назарында бақыттың назарында болсын. Осы жерде келіп отқан барлық жақын адам ғой, екі жаққа да құтты бола берсін. Келген қадамдарыңыз құтты болсын. Нұрлан Нұршаш балдарының қызығын көріңдер, өсіңдер, өніңдер. Біз тек қана тілекшіміз. Барлық тойларын куәсі болып жүре берейік. Тойларын тойға алсын. Келесі жылда осы жерде нәсіп етсін. Шілдехана бесік той көшеде сөйлеп тұрайық. Тек қана жақсылық тілеймін. Тойларын тойға алсын. Мына екі ортаның туын көтеріп жүрген Мырзаевты, Тоқаевты әрі беріп екі қолмен көтеріп жүргенге сөз білейікші мұны. Қош келіпсіздер, радалар, тойларыңыз құтты болсын. Жақын жұрттарым бар, тойларыңызға қуаныштымын. Бүгін мен ағамның үйінде үлкен тойға қуанышқа келіп ортақтасқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Нұрлан аға, Нұршаш енше, мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, жастарыңыз бақытты болсын, өмірлері ұзақ, өздерінен өсіп өнсін, мен деген қожалықтардың бірі болсын. Біз тілекші қыздармыз. Әр келгенде тойға келейік, атқан таңымыз қуанышпен ата берсін. Ал, тілек айтып болдыңыздар ма? Кәне. Тойдан соң мені сыртқа шығарып алып, том бейіп жүрмеңіздер. Ұзақ алыстан жақыннан келген қонақтар, құда-құдағайлар бүгін төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына жастар бақытты болсын. Әрдайым осындай қуанышты той болсын. Балдар өсіп өніп, көркейіп, өздерінен өсіп өніп, бақытты. Келіннің қадамы құтты болсын, берекелі болсын қадамы. Осы біздің әулетке келген жақсы келін болсын. Мен деген семьялардың бірі болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, тойға шыққандарыңыз құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Оған өсіп өне бер, балдарың бақытты болсын, әрқашан үйіне жақсылық тілеймін. Абай, тамаша. Ал, бастарыңыздан жақтарыңыз бөлінгенше, сіңірлеріңізден сүйектеріңіз сөгілгенше жер бетінен жамандық көрмеңіздер ең бастысы. Рахмет. Фотоға түсіп болмайсыздар ма? Бір естелік қылып, бүйтіп бас жинала бермейді. Бір ішімізде бір кішкене мобиль өріп болып жүрген кісілер бар ма? Бір жиып бір фотоға түсіп қылайық. Эллахи аумин. Бірінші қонағасымыздың батасын өздеріңізден. Бұл бата. Бата бер десең берейін, үстем болсын берейін. Әрқашанда осы үйге жақсылыққа келейін. Қайттан айтайын. Бата бер десең берейін, үстем болсын мерейін. Ықыласпенен қол жайсаң ақ тілекті түгейін. Дастарханың мол болсын, денсаулығың зор болсын.
үйімнің әр бөлмесін мол қуаныш кернесін. Ұл-қызың өсіп ер жетіп білімге құлаш сермесін. Ағайын туыс жекжатын еш жамандық көрмесін. Келінің бейбіт атанып ұлың болсын бияға. Алладан не тілеген тілектерің болса Алла қабыл етіп, осы 2 жас бақытты баянды ұзақ өмірлі болып, халқына қалаулы, еліне елеулі, мен деген келін болып, мен деген азамат күйеу болып, осы 2 жасқа ұзыннан ұзақ таусылмайтын қайрат тілеймін. Әрі осыларға бәр жақсылықты тілеймін. Періште әумин десін. Алла тағала осы айтқанымды Алла қолдап жүрсін. Әумин. Ал, отырып орындықтан ұят болмасын. Ал, келіңіздер, біраз болды. Қой көтеріп, билейін дегеніздер. Өзіңізді шаңдырып алмай келіп билейін. Келіңіздер. Yeah.
алғыс берісіміз болса кішкене осы жерде бір-бірімізге жауап алайық. Кім бар сіздер келдеріңізден ана дүниелерді алып келген дүниені айтып мінекей мынау бір тоғызымыз үй тоғызымыз дегендей сондай дүниелеріміздің бәрін көрсетіп алайық. Қайда? Өздеріңіз айтыңыздар. Мынау айнапаның мен осы тойға келген бір тоғызы. Өздері ашады. Мынау құдағай қалтасы. Анау екі бастан білетін болмай. Ал айна құдағайларыңыздың бір тоғызы, сосын мынау құдағай қалта. Нұржан жабай, мынау сіздікі. Көрсетпек кішкене. Ал енді бір тоғызды бастап ашайық. Мынау басындағы ашар. Біреу алып, мына жерге жаба беріңіз. Біреу алып. Біреу. Тоғызымыздың басы, солай ма? Құрметті кешағы қонақтар, ағайын туыстар, ағайлар, кеше біздерге әкелген киіттеріміз кеше берілген еді. Бұл өзіміздің әкелген бүгін тойбастарға әкелген бір тоғыз шашуымыз. Ал кешеде осындай дүниелерді өткізгенсіздер ғой, біздер неге көрмей қалдық деп отырған. Ал кәнекей енді жабатын арқаларыңызға жабатын дүниелердің барлығын арнайы өздеріңізге жапқан екен. Бүгін енді құралаған келмейді деп мінекей бір тоғызы менен, тәттілер менен, мінекей жеміс жидектері менен келіп отыр. Аллаға шүкір. Ал келешектер енді осындай кезде бір кішкене артын тартынып қалмай, бір жүгіріп, мыналарды таратып, келген имандарға өзіміздің жақындарға қарап қолдарына пакет беріп, ана дүниені таратайық. Кәне, оны көтеремін, мен көтеріп отырмыз. Асы жұлып кетпесін. Ана көкөністерді тамадалар қайтқан кезде тамадаларға салып беріңдер. Апарып беріңіздер. Апаларымыз қазір құдалықтан қайттық деген уақытта алдынан немерелер шығады, сол кезде қолына ұстап та қояды. Бағасы қалай болып жатыр? Кешеден бері бүгін бағасы 5. Құдалар ауылға айтып барасыздар. 5 деген бағаны арқалап қайттық, Аллаға шүкір деп. Ал мінекей алған берген емес, ең бастысы осы қос қолындарыңыздың бақытты болуында Алла қаласа. Осы қос қолындарыңыз Алла қаласа өздеріңізді әртүрлі қуансын, Алла қаласа ұлды болсын, қызды болсын, мінекей сіздерге немере сыйласын, біріңізге шөбере сыйласын, шөпшек сыйласын ең бастысы. Ал бәрін таратып бердіңіздер ма? Таратып бердіңіздер ма? Ал тіл
Тіләже осындай уақытта бір әулиетіңіз бар еді ғой, содан кейін біздер әулиеміз. Осындай уақытта бір құдалықтарда бір әулиеп ән айтатыныңыз бар еді ғой дейміз. Дүние ойлап тұрсам, жалған екен. Дүние ойлап тұрсам, шолақ екен. Адамдар бір-біріне қонақ екен. Барында оралымның ойнада көй. Қызығал бұл жанғаным солар екен. Барында оралымның ойнада көй. Қызығы бұл жанғаным солар екен. Қарғадан қарға туар, қарқылдаған. Жақсыдан жақсы туар, жарқылдаған. Жақсының деп жүрегімде толып жатыр. Пайдасы бір басына артылмаған. Жақсымын дегендер толып жатыр. Пайдасы бір басына артылмаған. Ақ пешпен қызыл пешпен құрбым кисін. Ертең аушып атылып жерге тисін. Барында оралымның ойнада күн. Көргенде дұшпандардың шалписын. Барында оралымның ойнада күн. Көргенде дұшпандардың шалписын. Басында керегенің оймақ тұрар. Жігітке кедейшілік мал бақтырар. Жігіттің алған жары жақсы болса, қазаны оттан түспей қайнап тұрар. Жігіттің алған жары жақсы болса, қазаны оттан түспей қайнап тұрар. Барады ауылым көшіп, мойын құмға. Көрінер түйе соның тайлағында. Барында оралымның ойнада күн. Қызарып жігіт солу бойдарында. Барында оралымның ойнада күн. Қызарып жігіт солу бойдарында. Сұраймын атымды шалаңда деп шапқылаймын. Сұраймын өткеннен де кеткеннен де. Ауылы Гүлжан Құдағайдың аман бәрі. Сұраймын өткеннен де кеткеннен де. Ауылы Гүлжан Құдағайдың аман бәрі. Ulan biz bilmedik kömürette de edesizlere. Молодец. Мынау бейік бар ғой. Апа сізге не көрінген бейік? Қайта-қайта қартайдың деп айтасыз. Қартаймаңыз. Сіз қартайып қалсаңыз, одан кейін біздер қартайып қаламыз ғой. Сол үшін сіздер қартаймаңыздар. Сізден баламызың. Рахмет. Ал, тіл апайымызға бір қошемет бар ма? Al жауап беретін адамдар бар ма? Апама, әнмен. Al жауап беретін адамдар бар ма? Тіл апама бір жаңағы майти
көйлектік бір кішкене арқасына жауып нұршашапай осындай уақытта бір арқасына жауып осындай уақытта бір көзге көрінбесек апаларымыздың мінекей қаншама бейне тасмаға түсіріп жатыр барлығы естелік ардақты ағайын ән болса ғой біз айта береміз аллаға шүкір ал осы кісілердің де бір естелік болсын деп ән айтқызып жатыр міне осындай халықтарға келген кезде біз өзіміздің өнерімізді неге халықтың арасынан паш етпеске бар ма сыйлық сый сияпат болса ал қазір мәдинен ән еститін боламыз тамаша ән тыңдайтын боламыз мен енді арнайы Айжан қыздарымызды мен ортаға алдырайын Айжан Шахаева келесі кімнің қонағасы айтып қойыңыздар. Туысқандардың, иә? Туысқандардың қонағасы келеді. See
айта берейік, ән тыңдайық. Жаз селкілдеп біраз шаршап қалған шығармыз. Ал, тағы да бір әніміздің басын жетейік ал. Ал ауылға барып қайтайық. осында отыр, құда болып келіп отыр. Мәдинеге құдаларыңыз келіп отыр. Баяғымен Мәдине дейін, мына өзі бұрын негізі жеке-жеке ән айтып жүре беретінбіз. Бұрын жеке-жеке ән айтып жүре беретінбіз. Қазір жеке-жеке айта алмай қалғанбыз. Қасымызда баян болмаса, баянның қасында домбыра болмаса, баян ес айта алмай қалған екен. Сондай бір заман болып кетті. Ал мен енді Айжекең мынау қазір қатарына үшеулек айтып жатыр, кішкене ауыр болмасын деп міне. Атасын ба қатармайсың ба? Ал енді бір Тұрмағанбет Үстептен Мәдине кетіп қойды. Жақында тұрау деймін мәшін бір термеліп бере қойшы десем. Тұрмағанбет Үстептен бір кішкене өзін орындап берейін.
Arabı
Al, бұл енді біздің кішігірім концертіміз ғой. Ал енді шынымен ұнаса бір қошемет тұрып қояйық, Мынау енді құдалар астан үлкен емеспіз енді. Бағанағы күткен асымыз туған туыс бауырлардың қонағасы арнайы ортаға алдырай шашып деп жатыр, солай ма? Алдырай. Алыңыздар енді. Бұйырған кетпейді даттағай. Бұйырған алыңыздар. Жақсылап алыңыздар, бісмілләсіз келдіріңіздер. İşte отырып жүрген. Ал, құрметті ағайын, мен енді келесі
тілекті берейін әрине. Осы стөлде отырған мен баршаларыңыздың аймақ бастарыңызға барғанша Айнапай келіңіз, бағана біздің Тіла апамыз және де бір-екі үш кісі тілек айтты ғой, үш кісі, содан басқа осы стөлде отырған жеген баршамыз келейікші. Айнат апа, өзіңіз бастаңыз, келіңіздер, тілек айтпаған кісілер, келіңіздер. Айнат апа, келіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Өткендегі саумал қалай, жақсы тұрады ма? Өзіміздің әңгімені айтып кетеміз ба? Беріңіздер. Қалғаныңыздар тілегін айтқан шығады. Тілегін айтты бұл кісі. Мен енді бір жерде байқап отырмын. Кімді шақырсам да барлығыңыз бір-біріңізге жақынсыздар ғой. Соның бірге шығасың мұнда, балдарыңызбен бірге шығасың. Арнайы балаларыңызбен бірге, Нұрғали ағаммен бірге құдағыз шығасыздар. Ал, тілек бастайық. Кімнен? Әрекеңнен? Құрметті бүгінгі жиналған себебіміз 2 жас қой. Балдарымыз бақытты болсын, жастарымыз бақытты болсын, әрқашан аңсаған арманына жетіп, осылай біздерде үлкен сияқты көркейіп өсіп өне берсін, денде сау болсын, балдар бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, құдалар, тойларыңыз құтты болсын, балдар бақытты болсын, ғұмырлы болсын. Осы сіздердің шаңырақтарыңызда әрқашан жақсылық, той бола берсін, тек той деп келейік. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Тойларымыз құтты болсын, айнағағайымыз құтты болсын айтарымыз, әреті ұзарды. Барлығымыз осы тойдың куәсі болып отырмыз. Балдар бақытты болсын, көтерген шаңырақтары биік, кеудесі кең болсын, өздерінен өсіп өсін. Құдалығында 100 жылдық, күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық болсын. Барыс кездеріміз жақсы болсын, балдар бақытты болсын. Құрметті құда-құдағайлар, апа, Нұрлан, тойларың құтты болсын. 8 жылы немереңе Мариямыз қадамы құтты болсын, дені сау болсын. Өмірі ұзақ болсын. Жүздерін көкке кетпесін. Апа, немереңіздің тойы құшты болсын, өзіңіздің не болсын, қамқоршы болсын папа. Еден балдарымыздың тікен құтауы шаңырақ беріп болсын, кен болсағасы беріп бұл. Кішік үлкен үйге толсын. Ауызды ішіне жүресін, деніміз сау болсын, бала шағырға. Балдарым бақытты болсын. Айнапа, өзімнен тілек айтам. Құтты болсын әмеріңіз. Балдарыңыз бақытты болсын. Құда-құдағай сіздерге айтам. Балдарыңыздың тойы құтты болсын. Отбасыларыңыз аман болсын, күндеріңіз сау болсын. Сіздерге отбасыларыңызға барлық жақсылық тілеймін. Келіндеріңіз сіздерге Алланың берген бір сыйы болсын. Өзіңіздің өміріңізде бақытты болыңыздар. Мынау Айга сіңліміздің енесі, Құрметті той қонақтары, міне Жабаевтардың үйінде бүгін ақ түйенің қарын жарып басқан күнгі. Нұрлан, Гүлжан апа, аяқта қалған Жахан ағам мен Дина Жоран, келінім Айкенеден құдаша болып отырға Айкен, тойларың құтты болсын. Мына 2 жастың арқасында
міне құда анда болып жатырмыз. Бұрыннан да кім Нұршаш маған құдаша еді, енді құдағай болып жатыр. Иә, мына 2 жас бақытты болсын, дендері сау болсын, не арман етсе арманы орындала берсін. Нұршаш, Нұрлан, енді біздер аққуымызды ұшырып сендерге қондырдық. Ендігі өсіріп бағу сендердің қолдарында. Біздің кетті сізге жетті. Мына 2 жасымыз бақытты болсын. Гүлжан апа, ең бірінші сізге тойыңыз құтты болсын, немере тойыңыз. Нұрлан, Нұршаш, балаларыңыздың бір бастары екеу болып жатқандар құтты болсын. Гүлжан апам, өзім жақсы көрем, магазинге барса күнде маңдайымнан сүйіп кетеді. Анамның көзін көрген кісі. Келіңізші, құшақтап қояйын. Айна апа, міне бүгінгі төрге шығып құдағай болғандарыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Осы Гүлжан апа алған келіндеріңіз өздеріңіздің сенімдеріңізді ақтайтындай келін болсын. Осы биыл Бибі Мариям сіңіліміз бала келін болып кетсе, келер жылы ана келін болсын. Одан кейін осы Жабаевтар әулетінің дана келіні болсын. Тойларыңыз тойға болсын, құтты болсын. Рахмет. Сіздер еш қам жемеңіздер. Гүлжан апам бар жерде. Еш қам жемеңіздер, ойламаңыздар да, ошым ұмтыңыздар. Енді Бибі Мариям біздікі өзінің сіздерге дейін әрине қонақ болды үйлеріңізде. Енді Бибі Мариям міне өздеріңізді қарақалпақ елі, Аллаға шүкір. Ал құлындарыңыз бақытты болсын. Ең бастысы. Қос құлындарыңыз ғой, осы қос құлындарыңыз себепкер болып мінекей өздеріңіздің бастарыңызды бір дастарханға жиып жатыр. Ең бастысы айтқан тілек дұғаларыңыз қабыл болсын. Мен енді ортаға қазір айжамыздарыңызды шақыратын боламын. Тарататыныз бар, әкелдіңіздер ме? Осы жерден жаймен өздеріңіз көмек беріп таратайық. Шапанымыз бар, абайнамыз бар.
мен тағы да ортаға шақырайын, бір тамаша баяу әнменен ортаға кіріспей қалсын. Алла тағала қайырлы күн. Ортадағы салынып жатқан алтын көпірлеріңіз мәңгілік болсын. Естіп жатыр, мынау келін түсіріп жатқан жақ жалпы аяқ құдықтың. Сол жаққа кеткен кісілерде мен де жалпы негізгі тамырым аяқ құдықтікі. Бірақ енді өзімнің Керегетауда туылып өстім, бірақ әкем сол аяқ құдықтікі. Шахаев Мұса деген кісі бар, танитын болсаңыздар, сол Мұсаның ең кенже қызы болған. Ал енді келесі ән арнайы осы аяқ құдықтық жерлестеріне арнаған келіп отырып қаламыз. Мынау домбыраның жақсы болуы, ағашынан ер жігіттің жақсы болуы, нағашысынан деп әрине жақсыларымыз айтқан. Мен енді осында Айзада анамыз бастаған мен ортаға бір бүтін нағашылардың мен баршасын шақырайыншы ортаға. Келіңіздер, нағашылар! Arladım sana, eldim, seni
Ай, тамаша. Ал. Апа бастаймыз ба? Қажат анамыз тілегіңіз болсын. Bismillahirrahmanirrahim. Mына келіп отқан құдалар, құдалығымыз бір жылдық болсын жандар. Өзімнің туған жерім, өскен жерім, аяқтан келіп отқандарына қуаныштымын. Қайта менің анамдай, әкемді есіме түсіріп жатыр. Бұрын бұлармен бұрыннан құда болғанбыз, жанбыз қайынсының осыларға келіп болып түскен. Бұрыннан құдамыз біздер. Бұрыннан қанөйлі құда таниды, біледі. Менің сырымды, сынымды бәрін ата-бабаларға дейін таниды. Рахмет, Алла разы болсын, қадамдар құтты болсын. Нұршашжан, мына балаңның тойы құтты болсын, Нұрлан, айналайын. Жасына жас, басына бас болсын балдарың. Өсіп өркендей берсін, қуаныштымын. Жүрегім жарылып тұр қуанғаннан. Сағынып күтіп көрген бүркіт жанының орны бір бөлек, басқа балдарының орны бір бөлек. Жандарың бақытты болсын, әрқашан өсіп өркендесін. Қызығым бірге көрейік, бірге тойлайық. Гүлжан немереден шөбіре көр. Алла сол күндерді көруге нәсіп етсін. Той қыласын. Ассалаумағалейкум, тойшылық ауыл. Міне бүгін Жабаевтар отбасында үлкен той қаласын. Құдаларына төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болып, мың жылдық құда болыңыздар. Гүлжан апа, немере той беріп жатырсыз. Келесі жылы шөбере тойды тойлай беріңіз. Нұрлан Нұршаш келін құттап келсін, немере сүйіңдер, үрім бұтақтарын кеңге жайылсын. Жастар бақытты болсын, елге абыройлы, үлгілі, сыйлы отбасы болсын. Мен өзім таныстырсам, құдаларға біліп отырсыз, Нұршаштың ағасымын, туған жолдасым Гүлмира, Нұрланның бөлесі, туған бөлесі. Енді біздер айтайын деген, негізі тойды қыздыратын біздер. Той бәрімізге ортақ. Той-той бола сөйлесін. Жастар бақытты. Раушанбек шатасып жатыр ғой, жаңа мен келе жатсам. Құдасыз ба десем, құдам мен. Бөлемде не қарасам, мынаған бөле болады. Мына жақ құда қалай болады? Неге құрметті қонақтар, қадамдарыңыз құтты болсын, қадамдарыңызға нұр жаусын. Неге мына бүгінгі той иелері, осы отбасы, менің кез келген уақытта есігін айқара ашып келетін үйім. Себебі Гүлжан апам анамның апасы екен. Осы үйдің берекесі отыр. Одан кейінгі осы отбасының ұйытқысы болып отырған Мөлдір менің туған қайын сіңілім. Енді одан кейінгі үшінші кешегі келіп жатқан келініміз, ол менің немере, нағашымның немересі, жен немересі. Сондықтан да осы үйдің тұтқасын ұстап отырған бүкіл әйел заты менің жақыным болып тұр ғой. Неге қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Өткен осыдан 2 жыл алдын Өзбекстанға барып қыдырып қайтқан жерім бар еді. Сол кезде Жангүл сіңілім келіп, өзін таныстырып, қайда барсам келіп, соңынан қасыма келіп отырып, өзінің құрметін білдірген бар еді. Кеше осы жақында жаңағы бүркіттің аяқ астынан естідік қой той болатын. Сол кезде айтып жатыр жаңа тамғыдан айна деп Өмірзақ ағам сол кезде еске алып, мен айтамын, ол кісілердің екібастан танитындығын айтып, жақсы адамдар екенін айтып жатырмын. Осындай жақсы күндеріңіз ұзағынан болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Неге Айна жеңге, құдағи, қызыңыз өскен өнген, үлкен әулетке келін болып жатыр, өрісіңіз өсіп жатыр, қуанышыңыз көбейе берсін. Екі жақтың ауызбіршілігі болып балдарыңыз өсіп өніп, қуаныштарыңыз көбейе берсін. Тойларыңыз той боласа берсін.
қазір мына жерде сіз екі дүние айттыңыз ба? Үш дүние ма? Айна, жеңге, құдағи дедіңіз. Шешіп алайық осы жерде. Өмірзақ деген немере, менің нағашымның немере інісі. Ол кісі мені негізінде мен 2 айлық кезбен 6 айлыққа дейін сол кісі көтеріп мені баққан екен, өсірген екен. Ол кісі мен өзім жақсы танимын, үйге келіп тұратын, райкода шофер болып істеді, менің әкем магазинші болды, анаммен екеуі үйге сондай райконың товарларын әкеліп тұратын, үйге жатып келіп тұратын, келгеннен менің қызым менің қарындасым деп маған, мен өсіргенмін сені деп былай шұқшитып, соның барлығы есімде. Сондықтан да Өмірзақ менің нағашым. Молодец. Ал, тілек етейік. Құрметті құдағайлар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Гүлжандай құтты болсын. Мұшаш Нұрлан, мына бірінші қуаныштары, бақытты тілеймін, жастар бақытты болсын, ендері сау болсын. Алла қаласа осы жерде немере тойды тойлайтынға жетейік. Көпшіліктің тілегі қабыл болсын. Ассалаумағалейкум баршаға. Мен Нұршаштың інісі боламын. Есімім Ерғали, жұбайым баласы. Апа той қаласын, құтты болсын. Немере той құтты болсын. Шөбере сүйе беріңіз, шөпшек сүйе беріңіз. Нұрлан, Нұршаш той қаласа беріп, жастар бақытты болсын. Әрқашан алдарыңда ойнап күліп, жандарыңа жалау болып жүгіріп жүре берсін. Құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын. Әрқашан құдалығымыз 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық бола берсін. Алаусан қостасын. Аламыз. Гүлжан апа, Нұрлан аға, тойларың құтты болсын, жастар бақытты болсын. Әрдайым осы үйге тойға деп келе береміз. Ал ауылдастың жөні бір басқа, туған туыстың жөні бір басқа, біркіттің нағашылары шыққанда неге бір жақсылап тұрып қошемет басқа? Тамаша. Жайғастырамыз, қазір тұрып билейміз. Құдай қаласа. Аллаға шүкір, бүгін Нұрекеңнің әулетінде 30 күн ойын, 40 күн тойын, мінекей 2 күнге абат қос тойын қабат деген осы шығар. Бүгін енді қос тойын қабат келіп жатыр. Сол үшін енді қазір сәлден соң үлкен бешбарма етіміз келеді, сол етті жеп, арқа жаққа мінекей орнымыздан көтерілетін боламыз тағайын. Ал осы орайда тағы да бір кезекті тілекке берейін. Осы ортада құдалар, осы ортада кісілер келіңіздер, тілек айтпаған кісілер ортаға шығайық, тамаша ақ тілек ақтырайық. Ал, қазір тілек айтқанда жаңа таныстық қой. Тілек айтқан кезде жаңа кеш келіп жатқан кісілер бар. Өзімізді бір кішкірім таныстырып жатыр, тілегін жалғап отырсақ. Міне не дейміз, баршаға келу құтты болсын. Міне Гүлжан апа, сіз де жақынсыз ғой бізге. Жаман құтты ғой. Айна жеңгемнің қызы. Мен жеңгем болады, не ағайында, ұл жағы шамал жеңіп кетіп тұрды аға. Сосын яқтан келіп тұрмын. Жен шаруалардан қаяқ болғанда мен ағайын туыспыз. Бәріміз біргеміз. Не дейміз міне, балдар бақытты болсын, дені сау болсын. Міне мына кісілер мен жиенім. Құтты бола берсін, өйстіп ақта салған үстінде ойнап күліп ағайын туыс болды. Бақытты болсын барлығы, құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, Айна жеңге сізге де құтты болсын. Дендеріңіз сау болып, өйстіп тойдан тойға жүре беріңіздер. Құрметті қонақтар, құдағайлар, қазір ортада көп нәрсе айтып жатыр ғой,
шатасып кеттік деп. Негізі айтқанда біз туыспыз, бауырмыз. Просто бұл жерде мамам немересін Гүлжан апа өзіне келін қылып жатыр. Бұл жерде құда-құдағай болғанымыз, ағайын туысымыздың үлкейгені деп түсінемін. Майлы құда-құдағайлар, сіздерге той жұлысты болсын, той құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, баянды болсын. Әрдайым сіздердің үйлеріңізге той деп келейік. Сіздерге де той құтты болсын. Осы hemen konuştum ki bir şey ederim. Mına Құдағи деп жатырмыз ғой, Құдағи, Құда, тағы да кішкентай Құдағи келдік ме? Нұршаш Құдағи, той құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Сіздердің үйлеріңізге әрқашанда той деп келейік. Қуаныштымыз, жастар бақытты болсын. Солар бақытты болса, біздер бақытты ғой. Солардың бақытын тілеп жүре берейік. Осы отырған қауымға тек қана денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан тілмеңдер, әлемдер всегда көріп отырмын. Бақытты болайық, бар болайық, бай болайық, бай қуатты болайық, аман болайық, той қаласа берсін. Телегей дұрыс па, түсінбедім. Білі қомсақта бәрін қарап отырамын. Ал деген мәселе қабыл болсын. Өз сіздің неңізге қарап бір ұстайтын адамдар жақты бір кісі бар ғой, кәдімгі байқамай барсам. Ал кімнен? Мына Құдағайлардың ішінде танымайтын кісілер бар, күте таныстырып өтейік. Мынау менің нағашы жеңгем. Камила аты, Бағдат деген нағашымның әйелі. Ол кісі қазір жұмыста вечерге келеді. Мына кісі нағашы апам, Жанат, жолдасы жұмыста, соңыра келеді. Мынау менің нағашымның келіні, аты Құралай Сичанның келіншегі. Мына жағым нағаштарым, мына жағым менің бауырларым. Ортада тұрған мен көпірмін. Ал, бәді. Что-то сізде қосын, Ассалаумағалейкум. Шында да үй көбейіп кетті ғой, не болды? Сіздерсін үлкен батыстар. Барлық құтты болсын. Мен енді мына ерекшелігін байқап отырмын. Біздер ғой ештеңе емес, жаңа айтып жатсыз ғой, біз мына жаққа ұлдың жағынан деп. Ең ерекшелігі, мына екі кісі бөлініп отырғанға қызық болып отыр да маған. Екі жақтан отырып көзбен атысып отырған сияқты маған. Байқа деп отырған сияқты дейді да. Сондай-ақ міне барлықтарыңыз осындай тойдан айырылмасын. Барлығыңыздың үйлеріңізде осындай той болсын. Барлығыңыз былайша айтқанда Өзбекстаннан, Қызылқұмнан келген кісілер ғой енді. Маған Мекке, Мәдине, Венеция, Парижне, туған жердің шөлінде ыстық емес әрине, жанымдай қадірлі менің туған байтағым, жердің жәннат жұмағын Қызылқұм деп айтамын. Өмірзақ Қожамұрат атамыз айтып кеткендей, мінекей барлығымыз бір ауыздан су ішіп, мінекей бір жерден өсіп өніп келіп жатқан жайымыз бар. Сондықтан тойларыңыз екі жақта құтты болсын. Жеңше құтты болсын, апа сізге де құтты болсын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Енді жаңа айтып жатыр ғой, 5 шалды айтып кетті жаңа апамда. Сол 5 шалдың ішіндегі бір шал біздердікі десең. Сәртай деп айтты ғой, сол кісінің біз немересіміз. Мен өзім аттылымын, түйелімін, келгенде қарөленге киелімін. Сұрасаңыз ұруымды қиып қалтам, атақты Батырбайдың түп женімін. Өмірдің алдымызда көп белесі, қозатын өлең десе денемесі. Әкімнің мен ұлымын атын мәди, Сәртай мен ұл досымның не белесі деп қояды. Талай өздеріңіздің де беттеріңіз ашқан шығар. Сол әкім атамыз міне талай бүткіл Тамды районы бүткіл совхозға ата егілі болған мінеге әкім атамыздың ең сүт қатқан мәди ұлдарымызға бір қошемет қойыңыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Той беріңіздер, той көріңіздер, ұлдарыңыз тұлымды қыздарыңыз бұрынғы дәл осындай той жұғын болсын. Рахмет.
баға, ет, ауылдың тілімен айтқанда өзіміздің беш бармақ. Алдырайық. Бісмәс келдіңіздер. Ал құрметті құдалар, айнағынағай. Бүгін енді 3 бірдей қонағасы, кешке тағы 2 ыстық тамақтың сонымен бүгінгі күннің есебінен 5 қонағасы жейтін боласыздар Құда қаласа. Ой, оның бәрі қайда кетіп жатыр екен. Пакет алып алыңыздаршы бүгін. Салып алып үйге бар, жеймізсіздер жасар. Өйткені шынымен айтып жатыр, өйткені енді сырақ болмасын, жолға кетіп қалмасын деп жатқанымыз ғой әйтеуір. Бәрі салып Құда қаласа. Үйімізге барып жейтіндей бар. Ал, бісмілләс кетіріңіздер. Құйрық бауыр алып келетін. 2 жеңгеміз бар ма? Нұржан Жабай қайда? Келе ортаға құйрық бауырды алдырайық ағайын. Жолдарыңыз ба? Құйрық бауырды ауыстырып кетіңіздер. Келе. Келіңіздер. Құйрық бауыры жемесен несіне Құда дегізгендер мінеке ортаға ал. Еңгелер. Құйрық бауыр қалай екен құдағилар, құдалар, дәмді ба? Рахмет, Алла разы болсын. Ал, құйрық бауырдың құрметіне мен енді ортаға айжанымыздарыңызды шақырайын, бір тамаша әніменен ортаға керемет әніменен кіріспе қылсын. Ал. Özlerimle ardalım bu elimde şerike
Әрине, мен енді ортаға Нұрлан ағамыз бен Нұржаштай анамызды ортаға шақырған жөн көріп отырмын, ардақты ағайын. Өздеріңізге белгілі, бүгін енді қос той, келесі тойымызға қабаттасып қалмау үшін осында қанша абаларымыз отыр, қарындастарымыз отыр, абайларымыз отыр, үйге барып көйлек алмастырып келу керек дегендей. Қазір енді осы жерден тойдың егесін ортаға шақырып, өзінің ықыласын білдірсін. Мен енді ортаға Нұрлан ағамызды, келіңіз, Нұршаштай абамызды шақырайын. Nağız baqıqta kelmen baqıqtana, Allah'a şükür. Birinci kelindеріңіз, birinci Allah'a şükür. Mine, айтады ғой, ата-ананың арманы, ол қызының күтіп тұрған алдағы, ата-ананың арманы, олдың бағы жанғаны, өздеріне жақсы келін болатыны иманды қызды алғаны. Ата-ананың арманы, қыздың бағы жанғаны, өз қызындай көретін текті елге барғаны. Ата-ананың арманы, ол қызының күтіп тұрған алдағы, немересін еске бақ бесікке салғаны. Ата-ананың арманы, олдың қыздың бағы жанған екен. Ал құлындарыңыз бақытты болсын, Аллаға сау, осы құлындарыңыздан 6 ұл болсын деп қояйықшы. 60-ларға жүгірткен дәулетті етсін, 6 қызы болсын, 6 ауылды аузына қаратқан әзиз аналардан болсын, қонақ десе қонсын десін, қой семізін сойсын десін. Ең бастысы осы қос құлындарыңызға Төле би, Әйтеке би, Қазбек би бауырларымыздың абыройын нәсіп етсін ең бастысы. Ал бүгінгі тілеген дұғалардың барлығы қабыл болсын дедік. Ал келіңіздер бір тамаша ақ тілек ақтарыңыздар. Құдалықтың соңында өздеріңіз келген меймандар ықыластарыңызды. Бағана құдаларымыз ұмытып кетіппіз қоя. Құдаларымыз бар екен мына жерде. Келіңіздер. Келіңіздер. Мен енді баршаларыңыз тілегімді айтып болған шығар деп мінекей. Келіңіздер. Сәл бірінші тойымызда, қазір екінші тойымызда тілегімді айтатын боламыз. Келіңіздер. Келіңіздер. Мен енді мына жерде үстел болып шақыртып жатқаннан кейін ішінде өздеріңіз қалып қойған біз байқағанымыз жоқ. Өздеріңізде бір қой құрсын, ренжімеңіз. Рахмет. Аяқта бір шал болды. Осындай тойда егер соңында сөз беремін. Сол асабаға жайшылықсың. Егер соңында бересіңдер. Соңында сен сияқты асаба шыштайық. Егілетін ертең кешші жоқ. Ажасыз кеш келеді екен. Сондай сөз толып кетті. Онда жаңағы жай ең соңында мен айтайын деп тұрмын. Ал құрметті ағайын, құрметті ағайындар, мен құдағиым болады. Құдағиды әлі нәтиже қызымызды алып отырмыз. Біз 11 жасқа асып барады құдағи. Ана бұлда Ассалаумағалейкум, құдағилар, той құтты болсын, балалар бақытты болсын. Келін бірінші күн түскенде тоғызында кеп, қызға орамалын тағып, көкірешесін кидіріп, сөйтіп кеткен батамды беріп, өзі Нұршаштан алмайды екен келіні. Сол ойлап отырмын, жаңа 15 жыл, 2009-да біз Маринаны, Мәксінің кіші қызы, келін қып алдық, тұңғышымызға бір жанға. Сонда бір күттегеніңіз кішкентай бала болатында. Аяққа жығылып келгенде жылап, Нұржан інісі кішкентай, өскенде ұрайық бір жанды. Біз Маринаны ұрлап әкетті деп. Енді қазір міне өзі қызды сұрап отыр. Иә.
Біздің Ботағараныкіміз, сіздер қарап отырсаң, тыңдап отырсаң, өзі бір-біріңізге нағашы, бір-біріңізге бөлек. Сіздер түсінбей қалдыңыз ба? Сол жоқ, мен түсінемін. Біз Ботағараныкі, біз қаржаспыз. Сіздер кішкене бүйтіп орталарыңызды не дейді. Сол балалар бақытты болып, мен ойлаймын, біз көрмеген құдамыз Уәлихан аруағы аунап түсіп, ұрпағым жаңағы үйлі болып жатыр, отау құрып отыр, отау үлкен өсіп орда болсын, сіздердің жолын берсін. Міне қазір келінді тойлап отырмыз ба? Осы бір жылдан кейін осы жерде шілдехана бесік той тойлайық. Міне менің атамыз екеуміздің шашуымыз тойда. Сол бізге де жұмысты болсын деп отырмын. Менде бір үйленбеген ұлым бар. Тойға ұласа берсін. Бақытты болайық. Рахмет. Егер шақырсаңыз осындағы баршасы баратындарыңызға тойымызға. Бейінді қалмасын ұлымыз. Аллаға шүкір, міне бір күн ұлдарымыз кеше ғана кішкентай бір күн топ жүретін қазір қыранға айналды осы. Қыранға айналып мінекей үлкен самғап ұшайын деп қазір Аллаға шүкір. Елге қараған беттеріңізді жерге қаратпасын ең бастысы. Рахмет, құда мен құдағи. Жайғасыңыз. Рахмет. Екеуіңіз екі жаққа кеттіңіздер ғой? Отырыңыз құда. Апа. Сізге кеп қалды. Сағат біразға барып қалды. Құдайым біраз адам қалып қойды. Түбін ағаштарымыз бар деп отыр осы жерде. Мен енді баршаны ағаштар деп бағана хабарлағанда, кәнекей, келіңіз. Бәке, байқанаға, келіңіз, сіздер де келіңіздер. Келіңіздер, меймандар бар енді тілегіміз айтайық. Рахмет. Бұл кісілер кешке сөйлейміз деп отыр екен негіз бар ғой. Бүгінге дайындалмай келген өдейін бәте сіздер. Ассалаумағалейкум, жинау отырған болайық. Бүгінгі тойдың себепші отырғанда 2 жас қой, бақытты болсын. Айда жеңге, той құтты болсын. Енді өмірзақ ағамыздың ізінде алған 2 қыз-қалтағын көріп отырсыз ғой. Құтты болсын, өсе берсін, өне берсін. Ұзаққа кетіп атқан жоқ, өзіміз болып атыр, құдайға шүкір. Ағайындар мұндан не деймін, мұндан ағайындар. Не деймін, той құтты болсын. Құдалар дейгі. Жаман жағдай болмадық та бұл жерде. Не дейміз, мына бір жатта осы радомға баратында көк жүгіледі ғой. Бұл кезде көк елі ұш кейтеді да, таңғы сағат 3-те радомға өзім апарып сағат. Ұқшаш жегем. Не дейміз, бүгін күні үйленіп, не дейміз, жұбын тауып отыр, бақытты болсын балдар. Осы балдардың бақытты болады тілейтіміз, құтты бола берсін. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Екі жақтың ауыз біршілігі берсін, жастар бақытты бола берсін. Ағаша елеріңіз болған. Әке, сіз қайғына қосайын тұрсыз қазір. Бөле жағына келдіңіз ба? Соның бәрін ара жігін айырып алайық деп микрофон келіп тұр. Рахмет. Ал, түбін ағаштар, Алла разы болсын сіздерге. Той беріңіздер, той көріңіздер. Рахмет бәке. Ай, бәрекелді. Ал, мынау енді құдалықта ең басты мінеге өлгендеріміз тілек айтты. Кішілеріміз ренжімес дегендей не болып жатыр шыны керек. Артынан қазір ұлан асыр 200 адамның басын қосып мінекей жоғары тойханада Құдай қаласа басын қосатын боламыз. Егер тағы да тілек айтпаған кісілер болса, сол жерде бірінші тілек айтып тамада қайтып кетеді Құдай қаласа. Ал, Гүлжан апай, ағыңызда жарыңыз еді. Ой жаным, құрметті қонақтарым, міне қандай тамаша. Өткен өмірді
айтқандарыңызды бірақ ана толық жатыр. Бәрі рас, бәрі көргенін айтып жатыр. Болған оқиғаларды айтып жатыр. Жаным Марат осы бүркітімге толғатып таңдыда жатқанымызда жаңа көк жүгіреме бізді роддомға барған. Жаным рахмет. Сонда мен анамнан қызғандым ба білмеймін. Бірінші немерем баласын басқаша болды ма? Анам алып кел деді, ысы аптап 45 градуста аяқтыққа алып кеттім. Тіке өзіме үйім тура үйіме бардым. Халқым, елім қанша 5 жылдан кейін босанған осы бүркітті күткенбіз. Қанша адам түс көрді, бүркіт келе жатыр сіз үйге, қонып жатыр деп. Кеше соның жартысы көрген түсінде спайлап сарпасын берсін, несін берсін, сипатын бердік. Міне, осындай халқым, елім, өткен нәрсені ұмытпай, ойға салып, құрметтеп, тойымда еске салып отқан үшін Аллаға разымын, рахмет. Жандарым бақытты болсын, өмірлі болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Барлық жақсы тілектің бәрін осылар үшін тілеймін. Енді толықтырмын ғой, мен ондай әдеби қылып жеткізе алмаймын, бірақ балдарым үшін жаным пида. Осылар үшін барлық қызметімді қылдым, әлі де қыламын. Балдарым бақытты болсын, Алладан соны тілеймін. Рахмет, жолыңызды берсін ең бастысы баршасына. Ал, Нұреке, өзіңіздің де бір қуанышыңызды жеткізіп қойыңыз келген меймандарға. Ассалаумағалейкум. Құдалар келген адамдарым құтты болсын. Нағырбетжанның тұла бойы тұңғышым болды. Тойымыз той боласында. Қайырлы күн мерекесі қонақтары, қадірлі құдаларым, қайынжұрттарым, төркіндерім, нағашыларымыз, құдандаларымыз, неге барлықтарыңызға осы біздің той құтты болсын, сіздерге той жұғысты болсын, қадамдарыңызға нұр жаусын, сіздерге Алла разы болсын. Келін анам деп небелі жылауққа бастым. Жыламаңыздар. Алла жылатса осылай тойдырып жылаймын бастысы. Ал құлындарыңыз сүрінбесін, елге қараған беттеріңізге жерге қаратпасын, келіндеріңіз адал болсын. Жыл сайын сіздердің немереңізді, Гүлжан апай сіздің шөбереңізді көбейте берсін, қолынан май жалап, мәз болып жүре беріңіз. Алла қаласа келесі жылы осы тойханада Алла нәсіп етсе, осы төрт көзіміз түгел, сол күнге жеткен де бар, жеткен де бар, төрт көзіміз түгел осы тойханада мен де жүрейінші, я? Мен басқарайыншы деп келесі жылдың заказына көкесін. Мына енді жақсылықты бөліссем көбейт деп жатады, міне кейін біз енді осында қанша меймандардың жақсылығын бөлісіп көбейтіп жүреміз. Қанжан, рахмет. Бұл мешіт Алланың үйі десек болады. Көптің тілегі, көптің жүрегімен тын демалып, тілеп келген үшін мешіт қой, қарап отырсақ, мешіт шынымен. Сен мына тілек тілеп алсын, Алла сол тілегіне жеткізсін. Мен бір уақытта Артур ма, Арсен ба жаңағы неме жиенім бар ғой. Арсен, соған айтқанмын ғой. Енді өнер ашып, енді Гүлжан апай айтқанда өзі бала шаға, бір 5-6 жаста. Мен ертең құда қаласа бүркіттің тойын саған басқартам. Айта бер деп балаға айтқан ғой. Сөйтсем кеше Бүркітжан үйленіпті десе Арсен айтыпты. Әжем айтқан маған, мені тойды басқарасын деп. Тамада болған, мен соған барам, басқа кісі алмасын деп айтты. Міне Алла ниетімізге жеткізді. Арсеніміз кеп отыр міне. Ойымызды сол кісі қарады. Аллаға шүкір міне. Ниетімізге жетейік, бар пәрді ниетіне жетсін, жақсы күндер болсын. Тамаша, керуен бастар жігіттің нар өзіне лайық, азамат болар жігіттің жар өзіне лайық. Балда 2 жастың ғұмырын бір Алладан сұрайық, жыласақ той деп жылайық, қос қолынымыз бақытты болсын деп бір қошемет ұрайықшы.
мынау 2024-тің ең керемет құдалық болып мен есептеймін бүгінгі күндер. Ал бүгін енді айтқан тілек дұғаларыңыздың барлығы қабыл болсын. Дәл осылай тұрғанда қолымызды көкке жайып мінекей бір Алладан сұрайық, балаларымыз, құлдарымыз бақытты болсын деп мінекей үлкендерімізден келген құдаларымыздан бүгінгі берген етіміздің, қордағымыздың, шашлығымыздың, жайған дастарханымыздың ақысын алып қалайық. Дастарханымыз мол болсын, некедес бақытты болсын, өмірді сүргін болсын. İzzet avrat devlet maslaha bereket. Elhamdülillah, elhamdülillah cümlesine. Toylarımız barça Рахмет. Allah сақап. Ал бүгін енді бата көпті кетпей, ал құлындарымызға берген бата. Нағашылар жағынан болса да, баталарымыз беретіндеріңіз болса, қол жайып бата беріңіздер. Кімге берейін? Кім? Той қаласын аман болыңдар, бақытты заман болсын. Бақытты заман болсын, бастарыңыз аман болсын. Кеткендерің келіп, алғандарың адал болсын. Мал жаның есен өрсін, байлығың еселенсін. Бірі бірі ілесіп ұрпағың өсе берсін. Қолыңда кілтің жүрсін, ісіңде жұртың жүрсін. Әрқашандай тойда ойнап күліп жүре беріңіздер. Той. Рахмет. Кім? Нағашысы кім? Нұреке. Ал, Нұрғалиға. Сіз де бата беретін жасқа келдіңіз. Тұрыңыз, елден астыңыз. Дастарханға береке берсін, Алла қоя берсін, жастар бақытты болсын, той болсын. Рахмет. Ал, осы жерден енді тәмамдаймыз. Бұнымен енді тойымыз біткен жоқ. Алла қаласа бірер сағаттарда Құдай қаласа үлкен тойда кездесеміз. Ал, ең бастысы сау сәлематта болыңыздар. Мархабат. Өзің берің ойнамай басылмайды дауым. Қызға жігіт құмарай, қыздар мойнын бұрадай. Сезіп қалса шешесі сарын еткізіп ұрғадай. Қыздарда бір мінез ашық, ашық қызға болады әркім ғашық.